Қайырлы күн сұхбат сүйер қауым. Көгілдір экранның ар жағында отырған Ардақ Әмірхан қызына дұғай сәлем жолдай отырып, қара шаңырағымыздың қақ ортасында Сайынова Замзагүл сөз тізгінін ұстап, мәселенің түйткілін анықтауға тырысатын боламыз. Ендеше кеттік. Мемлекеттің табан тірейтін тұғырлы темірқазығы тіл, халық боп жасағаннан бері мәңгі ғыламайтын бәйтерегі, жан дүниеміздің айнасы. Ал бүгінгі тақырыбымыз тілдің төңірегінде болмақ. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда шешімін таппаған өзекті проблемалардың бірі ұлтқа төндірілген қауіп тілдің шұбарлануы, бұрмалануы. Жалпылама айтқанда, өз тіліміздің өз жерінде кеңінен таралмауы, қор болуы. Осы тақырып жөнінде студенттердің ойын тыңдап, ашынар әңгімесіне құлақ түріп көрейік. Айбетпесеңіз, сізге бірер сұрақтар қойсам? Сәлеметсіз, жарайды, қоя беріңіз. Бүгінгі сүбелі сұхбаттың сәнін келтірер Арқалық педагогикалық институтының студенті, есіміңіз? Есімім Елубай Думан болады, КБ 13 тобының студентімін. Олай болса, сұраққа көшсек, сонау аумалы төкпелі ғасырлардан күні бүгінге дейін сақталған тілімізді сөйлеуде ар тұтып, аралас тілді мақтан ететін жеткіншектер де жоқ емес. Өзіңіз секілді замандастарыңыздың жас буын өкілі ретінде әрекеттеріне қандай баға берер едіңіз? Қазіргі уақытта енді орысша сөйлейтін жастар көп. Орысша өйткені олардың отбасы орысша сөйлейді, отбасында орысша сөйлегендіктен ол қанға дарып кеткен дейміз бе, солай айтуға болады. Ол мына кеңес үкіметінің кезіндегі біздің отаршылдықта болғанымыздың кесірі, бізде орыс мектептер болды, барлық жерде орысша, бүкіл зат орысша. Қазір мысалы соткының сотка дейміз, ұялы телефон деп айта қоймайды көбісі. Бұның бәрі орыстандырылып кеткен. Сондықтан жастардың көбісі орысша сөйлейді. Ол әрине қате. Қазір қазақ тіліне енді ғана дамып келе жатыр деп айта аламын. Біздікі енді қарқын алып, қазақша жастар үйреніп, өзге елдерді үйретіп келе жатыр. Мысалы, біз қазақ тілі әдебиет мамандығымын өзім. Сондықтан жастардың қазақша ғана сөйлегені, мысалы біз сөйлеп жатқан кезде кейде орысша сөздерді тоже немесе тағы деген жаңа орысшалап, орысша қосып жатамыз. Ал өз қазақ тіліміздің керемет сөздерді жоғалтып жатырық. Сондықтан да өзге тілдің бәрін біз өз тіліңді құрметте деген дұрыс айтылған сөз. Сондықтан да бүкіл тілді білген дұрыс, бірақ өз тілімізде, өз жерімізде, өз тілімізде сөйлей білуіміз керек. Демек сіз тілдің тазалығын құптайсыз ғой, иә? Тілдің тазалығын құптаймын. Орысша мүлдем сөйлемесін, орысша керек емес демеймін. Бірақ Қазақстанда жүргенде қазақша сөйлеген дұрыс. Ал негізінен бізде мемлекеттік жаңағы ресми тілге орыс тілі де жатады. Оны жоққа шығармаймын, бірақ та бізге керегі өзіміздің тіліміздің, ана тілімізді жоғалтып алмас үшін ол сақталу керек. Тіліміз болмаса біздің тарихымыз болмайды, мемлекетіміз болмайды. Сондықтан да ол біздің ұлтымыздың жойылуына да алып келеді. Өзімнің ойым осы. Тұшымды ой мен пікіріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзге де студенттердің пікірін білсек, мәселен білім ордамыздан шығып келе жатқан мына бір студенттің пікірімен санасайық. Қайырлы күн. Сізге қояр бірнеше сұрақтарым бар еді. Айта беріңіз. Есіміңіз алдымен? Қазіргі таңда әр нәрсенің түйіні түйткілі болатындығы бесенеден белгілі. Соған байланысты қоғамның ақсатар тұстарына тілдің бұрмалануы туралы не айтар едіңіз? Қазіргі таңда қазақ тілінің маңыздылығы өте жоғары екен белгілі, бірақ алайда жастар қауымы оны үйтіп есептемейді. Себебі ғаламтор желісінде орыс тілі өте ауқымды дамып келе жатыр. Әлеуметтік желідегі блогерлер болсын, басқа адамдар болсын, орысша блог жүргізуге өте ауқымды. Себебі басқа адамдар назарын келтіргісі келіп, біздің қазақша деген деңгейіміз өте түсіп келе жатыр. Мысалға айтсақ, елбасымыз айта келгенде бір бөлмеде 100 қазақ жатса, оны орыс болса, 100 қазақтың жартысы орысша сөйлеп кетеді. Бұл не үшін, не түркі болады деген ойға келеміз. Былай қарастырсақ, ол адам психологиясы ме, әлде орыс тілінде сөйлеу мәртебе болып көріне ме? Алайда былай қарастырсақ, қазіргі тілде қазақ тілі онша нашар емес. Себебі қазір көптеген қазақ тілінде балабақшалар, мектеп орындары өте жұмысқа тұруының өзі қазақ тілін білу маңыздылығы ерекше зор болып көрінеді. Сондықтан біз қорытындылай келе қазақ тілін білу маңыздылығы үшін жастарды өте қазақша кітап оқуға, білім беруге және де көптеген қазақша фильм түсіндіруге ұсынамын. Рахмет. Сөз саптауда олқылығы көп, талай қазақты көз көрді. Әлі де көріп келеміз. Десе де қазақтың ұлан байтақ кең жерінде құлашынды кеңінен жайып, нанын жеп суын ұрттап, ол тілде сөйлемеу қайбасыздық, қандай сасқандық. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қорыта келе айтпағымыз. Қасқай, күрес, қарсы тұр, қауқар ылсың қазағым.